Ассаламалейкум достар, сіздермен ауылдағы гараж арнасы біздің жөндеу жұмыстарымыз жүріп жатыр. Техникалық ақауларға байланысты кейбір видеоларымыз өшіп кетіп жатыр. Оны кейінде бір ретке келтіріп алатын боламыз. Бүгінгі жасайын деп отқан жұмысымыз мына бір бамперді астындағы обвес деп айтама, осыны алып шуруптарын мына ортадағы ашықты жақсылап шуруппен тартып, сосын мына ойық жерді шпатлевкамен толтыру. Бұл бамперді жөндеу үшін алдымен не істейміз? Алдымен тізе шыртық шалбар киіп болу керек. Одан кейін шуруповермен ескі шуруптарын алып, орнына жаңа шуруп батырамыз. Өйткені бұл шуруптар жөнді қыспай тұр. Оның үшін бізде сверло жоқ, мынандай саморез шуруптарды қолданып осымен шығарып аламыз. Өйткені өзінің тат басып шықпайтын болып қалған. Бұл тесіп шығармайды, қызып ішіне кіріп келіп жатыр. Бұл бізге ешқандай кедергі болмайды. Сызық бағанаға қарағанда кішкене жақсарған сияқты. Мынандай сызықтарды, мынандай ашылып жатқанның бәрін жабылды. Ана жағында сөйтіп істейміз, сосын мына ойық жерге шпатлевка жапсыраймыз. Енді шаңын бір сүртіп алып, сосын майдан тазарту үшін растворителмен жуамыз. Майдан тазарту үшін растворитель еріткішті қолданамыз. Сосын мынандай тряпка алған болатын. 20-ға 30 см тряпка 100 теңге тұрады. Шпатлевканы бүйтіп жасап жатырмын. Пастаны шамамен салам. Енді бұл істің маман емеспін. Осы Mazda автокөлігінде шпатлевка тартып үйреніп жатырмын. Қызылын толықтай араластырамыз. Мынандай бір түске келгенше. Көп жақсам көтеріліп кететін шығар деп ойлап, бүйтіп ойықтау етіп қалдырып кеттім. Біраздан кейін кепкесін екінші слой жағатын боламын.